Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Алматы облысы Алакөл ауданы Үшарал қаласы педагог Мұхамедбай Мыңбайұлы атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жүнісбек Ақбота Мақсатқызы. 4-ші сынып математика 147-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығару. Сабағымыздың мақсаты тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерге талдау жасауды және шығаруды үйренеміз. Тік бұрышты параллелепипед жақтары тік төртбұрыш болып келетін көлемді геометриялық фигура. Енді мысал келтірейік. Бізді қоршаған заттар тік бұрышты параллелепипед формасына ұқсайды. Аквариумдер, блокноттар немесе оқулықтар, немесе сыйлықтың қорапшасын мысал ретінде айтып кетсек болады. Тік бұрышты параллелепипедтің элементтері. Оның 8 төбесі, 6 жағы, 12 қыры бар. Тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдері. Тік бұрышты параллелепипедтің 3 өлшемі бар: ұзындығы, ені және биіктігі. Тік төртбұрышты параллелепипед және текшенің ұқсастықтары мен айырмашылығы. Тік төртбұрышты параллелепипед және текше жақтары тік төртбұрыш болып келетін көлемді фигуралар. Оның ұқсастықтары: бұл екеуінің де 6 жағы, 12 қыры, 8 төбесі бар. Сонымен қатар олардың 3 өлшемі бар. Олар ұзындығы, ені және биіктігі. Ал олардың айырмашылығына келетін болсақ, параллелепипедтің өлшемдері әртүрлі болады. Ал текшенің 3 өлшемі, ені, ұзындығы, биіктігі өзара тең болады. Текшенің 6 жағы шаршы болып келеді. Ал параллелепипедте 6 жағы тік төртбұрыш болып келеді екен. Есіңе сақта, тік бұрышты параллелепипедтің көлемі оның 3 өлшемінің көбейтіндісіне тең. Яғни В тең А көбейту Б көбейту С. Енді мысал ретінде берілген текшенің көлемін тауып көрейік. Бізге берілген текшенің ұзындығы 6 см, ені 2 см және биіктігі 2 см деді. Енді тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табуға арналған формулаға саламыз. В тең 6 см көбейту 2 см көбейту 2 см. Яғни біз барлық 3 өлшемін көбейтеміз. Жауабы 24 куб сантиметр. Көлемнің өлшем бірліктері куб миллиметр, куб сантиметр, куб дециметр, куб метр және куб километр. Тақырып түсінікті болса, бірінші тапсырмамызды орында. Фигураларды салыстыр. Не байқадың? Олар текше ме, әлде тік бұрышты параллелепипед пе? Жарайсың, бұлар тік бұрышты параллелепипедтер. Енді есеп шығарып көрейік. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі және 2 өлшемі берілген. Осы тұста оның 3-ші белгісіз өлшемін табайық. Белгісіз өлшемді табу үшін тік бұрышты параллелепипедтің көлемін қалған 2 өлшемнің көбейтіндісіне бөлеміз. Ал тауып көре ғой. Дұрыс тапты деген ойдамын. Яғни тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығы 3 сантиметрге тең екен. Келесі тік бұрышты параллелепипедтің барлығы 3 өлшемі берілген, оның көлемін тауып көрейік. Дұрыс тапты деген ойдамын. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі 24 куб сантиметр. Келесі тапсырма. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар. Дескриптор. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемін тап. Тік бұрышты параллелепипедтің белгісіз қырын анықта.
сендер барлық есепті дұрыс шығарды деген ойдамын. Жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Енді сабағымыздың мақсатына оралайық. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерге талдау жасауды және шығаруды үйрендік деген ойдамын. Үйге тапсырма. Оқулықтың 67-ші бетіндегі 4-ші есептің А есебі. Тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығын анықтайсыңдар. Тік бұрышты параллелепипедтің енің сәйкесінше биіктігін анықтап, үш өлшемі бойынша оның көлемін есептейсіңдер. Екінші сурет бойынша текшенің қырларын анықтап, көлемін есептеп табасыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.